Қайырлы кеш, ой қайырлы күн, достар. Қалдарыңыз қалай? Даусым естіліп тұрма, бейнем көрініп тұрма? Даусыңыз естіліп, бейнеңіз көрініп тұрса, қосу белгісін қоя кеттіңіздер. Кері байланыс бере салыңыздар. Стрим қатып жатқан жоқ па? Барлығы ойдағыдай жақсы ма? Кері байланыс қосу белгісін қойып, немесе үлпіл бассаңыздар болады. Жиырма 30 минуттай уақыт бар. Сол уақыт аралығында өздеріңіздің сұрақтарыңызды іштеріңізде жүрген қоя отырсаңыздар осы жерде ойбай ау. Неге қайта-қайта шыға берді? Так, лайк басып жатқан жандарға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Кімде қандай сұрақ бар? Кім қандай состояниеде отыр? Өздеріңіздің іштеріңіздегі сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар. Масштабқа шыға алмай жүрсіз бе, проявлениеға шыға алмай жүрсіз бе, контент жүргізе алмай жатырсыз ба, бастаған сізді аяғына дейін жеткізе алмайсыз ба? Қандай сұрақ бар, соған осы жерге қоя отырыңыздар. Лайктарыңыз болса баса отырыңыздар. Кері байланыс бере салыңыздар. Эфирдің соңына дейін отырған адамдарға мен бір нәрсе айтам. Көп адам оны өмір бойы түсінбей, білмей, содан болып кәсібі жүрмей жатыр, содан болып дұрыс қарым-қатынас құрылмай жатыр деген сияқты бір құпия біліммен бөлісетін боламын. Сол құпия білімді тегін алып қалғым келеді десеңіздер, осы жерде плюс белгісін қойып кетіңіздер. Сол білімді эфирдің соңына дейін отырған адамдар ғана білетін болады. Яғни шыдамдылық танытқан, білімге ашық адамдар үшін осы білім бүгін өздеріне бұйырады. Ал сіздер өздеріңіз кәсіпте жүрсеңіздер, табыстарыңызды еселегіңіз келсе, келесі бір деңгейге шыққыңыз келсе, бойыңызда білім бар, сол білімді монетизировать еткіңіз келсе, стримға шыққыңыз келіп жатса, стримнен сауда сатқыңыз келіп жатса деген сияқты кез келген өздеріңіздегі болып жатқан жағдай болса, осы жерге өздеріңіздің іштеріңіздегі күйлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Энергия жоқ болып қалып жатыр ма? Шабыттанамыз ба? Бір орында тоқтап тұрасыз ба? Блогыңыз бар ма? Убежденияңыз бар ма? Қорқынышыңыз бар ма? Реніш, өкпе бар ма? Деген сияқты өздеріңіздің бір күйлеріңізбен осы жерге бөлісе сұрақ қоя отырсаңыздар болады. Мысалға, үлкен ақша табудан қорқамын, келесі бір деңгейге шығудан қорқамын, чегімді көтеруден қорқамын, қолымдағы бар продуктыны сата алмаймын, ұсына алмаймын, өзімді таңдай алмаймын, өзімді кінәсізімсіз таңдай алмаймын. Әркел өзімді реализацияға шығар кезде бір өзімде кінә сезімі тұрады деген сияқты. Яғни әйел адамдарда өте жиі кездесетін дүние, яғни өзін таңдаған кезде өзгелерге сатқындық жасаған сияқты, өзін эгоист сезініп, өзінде кінә сезімі болып, сол бір көтерілуге тиісті сезімді, энергияны сол сезім басып тұрады. Сол себептен сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Қош келдіңіз. Сұрағыңыз болса қоя отырыңыз. Түптеп араларыңызда бір адамға тегін разбор жасап кетуге болады, егер де сіздердің нақ-тақ запростарыңыз дайын болатын болса. Масштабқа шыға алмай жүрмін, келесі бір деңгейге өте алмаймын, қалаған табысымды таба алмаймын, энергиям түсіп кетеді, выгорание состояниесінде жүрмін. Қандай күйлеріңіз бар, сол туралы жазып кетіңіздер.
өзімнің жанымның қалауын орындай алмай жатырмын, жаным не қалайтынын білемін, өз миссиямды орындауға менде қорқыныш бар, сенімсіздік бар деген сияқты кез келген күйлеріңіз туралы осы жерге жаза отырыңыздар, достар. Кімде қандай состояние. Және лайк санын давайте сәлеметсіз бе Әсел Рамазановадан қош келдіңіз, сұрағыңызды қоя отырыңыз. Кәсіпкер болсаңыздар, эксперт болсаңыздар, мейрамыңызбен дейді. Рахмет Рамазанова. Әсел ханым, өздеріңіздің де өтіп кеткен көктемнің алғашқы шуақты күндерінде келіп жеткен мейрамдарыңыз құтты болсын. Мерекені қалай тойлаттыңыздар? Так, лайк санын 1000-ға барып, араларыңызда бір адамға тегін талдау жасаймын. Бар ма тегін талдауға келгісі келіп отырған? Не істесем болады? Мен адамдарға артық әңгіме айтқым келмейді. Так, келмейді. Ол неден деп ойлайсыз? Мен адамдарға артық келмейді. Ол өзіңіздің энергияңызды сақтайтын шығарсыз. Өзіңіздің энергияңызды өзіңіз экономиктап білесіз. Өзіңіздің энергияңызды бейтарап өзгеге шашпайсыз деген сияқты. Алтынгүл, сәлеметсіз ба? Қош келдіңіз. Не тақырып дейді? Керемет, табысыңызды еселей алмай жүрсеңіз, қандай да бір бастап кетті. Табыс еселенбей жатса, проявленияға шыға алмай жатсаңыз, реализованный бола алмай жатсаңыз, өзіңіздің сүйіктісіңізбен айналысуға энергия жоқ, мида хаос, жүрек дірілдеп жатса, или адастым ба? Неден адастыңыз ба? Өз жолыңызды таңдамадыңыз ба деп отырсыз ба? Сіз кішкене Әсел ханым бір әдемілеп отырып, асықпай отырып жазсаңызшы сұрағыңызды. Бастаған ісіңізді аяғына дейін жеткізе алмай жатырсыз ба? Сол жолда кездесіп жатқан кедергілерден, асулардан өте алмай жатырсыз ба? Сол туралы жаза кеттіңіз. Табысыңызды еселей алмайсыз ба? Выгорание состояниесінде ма? Қандай күйдесіз? Мен сізді кішкене жұлып жазған сұрақтарыңызды түсіне алмай отырмын. Сол себептен разборға келгісі келіп отырған адамдар бар ма екен? Давайте тегін разборға келгім келіп отыр. Экспертпін, бір істің шеберімін, проявленияға шыға алмаймын, заявление жасай алмаймын, кәсіпкермін, выгорать етіп жүрмін, отбасым ақша потогы деген не? Алтынгүл ханым, ақша потогы деген ол сіздің өзіңіз потокта болған кезде ашылатын бір керемет дүние, яғни сіз потокта болған кезде сіздің де ақша потогыңыз ашылады, Сол себептен ақша потогын ашу үшін адам өзінің состояниесімен жұмыс жасау керек. Яғни ақша потогы ашылу үшін состояние адамның өзгеру керек. Яғни молшылыққа өзін үйрету керек. Өзі бір істің шебері болу керек. Ол іс туралы ашық, айқын айту керек. Бір үлкен мәселелерді шешу керек деген сияқты. Ол үшін өзіңіз рухты, духты, ақша потогын ашылуы. Ақша потогын ашу үшін бір мәселені шеше алатындай, қауқарлы бір проблема шеше алатын күйде болуыңыз керек та. Бір істің шебері болуыңыз керек. Өзіңізде энергия көп болу керек қой. Өзіңіз энергичный болып тұрған кезде, өзіңіздің состоянияңыз тыныш болған кезде, жүрегіңіз, бойыңызда сізді төменгі толқынға алып кететін эмоциялар болмаған кезде ақша потогы ашылады сізде. Ақшада басқа энергия керек. Ақшада басқа энергия керек дейді. Қандай энергия керек? Қандай рухани энергия іздеп жүрсіз ба? Менталдық энергия іздеп жүрсіз ба? Қандай энергия іздеп жүрсіз? Физикалық тұрғыда энергия іздеп жүрсіз ба? Сол себептен кімде нақты запрос бар, достар? Запросым бар, ақша потогымды аша алмаймын, қолымдағы продукцияны сата алмаймын, қолымдағы қызметімді сата алмай жатырмын, бір орында тоқтап тұрмын, қанша әрекетке көшсем де нәтиже шығара алмай жатырмын, миымда хаос болып кетті, көп дүниені білемін, сол біліммен бөлісе алмаймын деген адамдар бар болатын болса, давайте осы жерде бармыз, талдауға келем деп жазып кетіңіздер.
бар ма екен араларыңызда талдауға келгісі келіп отырған адамдар? Давайте, достар, 10 минуттық уақыт бар, солардың арасында тездетіп, жылдамдатып талдауға келгілеріңіз келсе жазып кетіңіздер. Менде осындай запрос бар, ақша потогымды аша алмай жүрмін, бір орында тоқтап тұрмын, табысымды еселей алмаймын, тапқан ақшамның берекесі мен молшылығын көре алмаймын, ақша менен дұрыс емес, ақша туралы дұрыс емес установкаларым өте көп, родовой программада ақшаға қатысты дұрыс емес установкалар өте көп. Солдай бір күй кешіп жатсаңыздар, чегімді көтере алмайым деген қандай запростарыңыз бар? Оқу бар ма дейді. Менде бар, менде сопровождение бар, консультация бар, разбор бар. Сізге қайсы ыңғайлы, қайсы сізге дұрыс болады деп санайсыз, сол өзіңізге соны ала аласыз. Жалпысы ақша потогын ашу үшін адамның энергиясы мықты болу керек. Энергия мықты болу үшін ішкі состояниемен жұмыс жасап, программаңызды өзгертуіңіз керек, және бойыңыздағы блоктар менен установкалардан арылып, ақшаға деген көзқарасыңыз, ойыңыз өзгеру керек. Жалпысы өмірге деген көзқарасыңыз өзгеру керек. Менде ақша тұрмайды, келеді, кетеді, транжирство программасы бар сізде. Бойыңызда ақша тұрмай, тез келіп, ол тез кетіп қалатын болса, сіз төменгі толқында адамсыз. Бойыңызда сіздің ақшаны тоқтатпай тұрған вибрация тұрда, яғни тез құтылып кетпесеңіз, сізден біреу ақшаны алып қояды деп қорқасыз. Яғни төменгі толқындағы адамдар да транжирство программасы болады. Олар тез ақшадан құтылмайынсыз жағына жай таппайды. Себебі оларда қорқыныш бар ақшаға қатысты. Ақшаны бойға тоқтата алмайды. Ақшадан тез арылғаннан кейін барып, деп бір тынышталады. Сол себептен бойыңыздағы келген ақшаңызды сақтап қалу үшін бойыңызға, қор жинау үшін ақшаға қатысты, бойыңыздағы сол ақшаны қашырып тұрған эмоциядан, программадан, бәлкім ол сіздің емес, родовой программаңыз болу, содан арылу керек. Сол кезде сіз бойыңызға ақшаны қондыра аласыз. Яғни құтты адамға айналасыз. Құтыңыз бойыңызда тұрады. Тез сол ақшадан арылу деген программа тұрмайды. Керісінше сақтайтын сақтап, керектенетін керектеніп, табысыңызды молшылығы мен берекесін көре аласыз. Так, Алтынгүл ханым, егер дайын болсаңыз, запросыңызбен қонақ болып қосылыңызшы. Бала шағыңыз шуламаса болды, подписка бөліміне жазылыңыз, және қалай қондырам, ол үшін бойыңыздағы төменгі толқындағы бейсаналы бағдарламалардан арылу керек. Программаңызды өзгерту керек қой. Бейсаналы бағдарламалар, яғни түп сана денедегі сізді төменгі толқынға алып кетіп тұрған эмоциялардан тазарыну керек. Перезагрузиться ету керек, күшіңізбен жұмыс жасау керек. Яғни не себептен мен жоқ, осы жерге эфирге шыға аласыз, Алтынгүл ханым. Осы эфирге шығып, өзіңіздің запросыңыз бар болса, ол жерде бір кішігірім тегін разбор ала аласыз. Бойына ақша тоқтата алмайтын адамдарда транжирство программасы бар. Сол программадан арылған кезде сіздің ақшаны сіз өте бір керісінше бойыңызда ақша көп тұруын алып келетін нелер болады. Жеке ақылы ма, Алтынгүл ханым? Әрине жеке ақылы. Жеке ақылы, ал егерде осы жерде сұрағыңызды қойып талдауға келетін болсаңыз, ол тегін болып саналады. Так.
Так, тағы да кім бар екен тегін талдауға келгісі келіп отырған? Давайте қосу белгісін қойып кетіңіздер. Эксперт болсаңыздар, бір стрим жүргізіп жүрсеңіздер, қанша стрим жүргізсеңіздер де сатылым жасай алмай жүрсеңіздер, энергияларыңыз жоқ, выгорать етіп жатсаңыз, миыңызда хаос, айқындық жоқ, миыңызды басқара алмай, әркез миыңыздың сылтауында ғана жүрсеңіз, кез келген өзіңіздің күйіңізді жазып кетіңіздер. Или бір саладан бір салаға ауысуға қиналып жатсаңыздар, неден бастарыңызды білмей жатсаңыздар, қанша контент түсірсеңіздер де, бірақ бәрібір одан нәтиже шығара алмай жатсаңыздар, контент жазу қиынға соғып жатса, осы жерге өздеріңіздің мәселелеріңіз, қандай мәселелеріңіз бар, дұрыс қарым-қатынас құра алмай жатырсыз ба, энергияңыз сливқа кететін тұстарыңызды Гүлназ дейді, рахмет дейді. Сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар. Айгерім дейді, Айгерім Аллаға шүкір дейді. Цифровой психолог емеспін, сол себептен цифрыңызды жазбай, тек сұрағыңызды қойыңыз. Табыс таба алмай жүрмін, нәтижеге шыға алмаймын, бір орында тоқтап қалдым, әр істің басын шалып кете беремін деген сияқты. Кез келген заманға сай еркінде жеңіл бола алмаймын, жарқырауға, проявлениеға қиналып жатырмын, шешім қабылдай алмаймын, ересек позицияға өте алмай жатырмын, өз өміріме өзім жауапкершілік ала алмай жатырмын деген сияқты кез келген өзіңіздің өміріңізге қатысты сұрақты қоя аласыз. Қорқыныш бар, немесе алаңдаушылық бар. Әйгерім сабағы көтерілмей жүр жатырмын, сәби көтере алмай жатырмын дейді. Измена жайлы айтыңызшы. Айеке, измена деген ол измени себя деген сигнал. Өте жеңіл келген сізге сигнал. Әмин, рахмет. Ал сәби көтере алмай жатсаңыз, егерде барлық жерге барып, емделіп, ешбір жауап таппасаңыз, демек бұның түпкі тамыры сізде сәбилі болудан қорқыныш болуы мүмкін, бейсаналы тұрғыда. Анаңызда травма қалуы мүмкін, оның причинасы тереңде болады. Мен өзім 7 жыл сәби көтере алмай жүріп, психологқа барып, өзімнің психикамен жұмыс жасап барып, балалы болғанмын. Әуелі бір Алла, одан кейін мен табысым көп тауып бастап едім, жолдасым азайып кетті. Сіз нені ұстай алмай қалғансыз ғой? Қалайсыз, амансыз ба?